арықтағыңыз келіп, бірақ ұннан жасалған тағамдарды ішінде дрожжи бар ғой деп жей алмай жүрсеңіздер, менің видеомды қараңыздар. Қайнап тұрған суға майонезді осылай салып, әбден түйіршігі қалмайтындай етіп араластырып алыңыз. Одан кейін арнайы ыдысқа құйып 10 минутқа суытып қойыңыз. Кейін 1 қасық тұз, ұн салып, үстіне ас содасын салып, әдемілеп жақсылап қамырды илеп, 5-10 минутқа тындырып бетін жауып қойып қоямыз. Одан кейін салмасын жасаймыз. Картопты жақсылап қайнатып, езіп, қуырылған пиязымыз бен майымызды салып, үстіне қара бұрышын сеуіп, араластырып аламыз. Қамырымыз дайын болды. 100 грамм бөліктерден бірнеше бөліктерге бөліп алдық. Әдемілеп жайып, жақсылап салмасын салып, мен еще сосиски в тесте жасадым. Сосискиді осылай әуелі қуырып алып, ішіне орап салдым. Және салмасын салып, картошка салманы салып, пирожкиді осылай жақсылап түйіп аламыз. Вау, қараңдаршы, қолымнан келгенше барынша әдемілеп жасауға тырыстым. Осындай әдемі пирожкилар мен сосиски в тесте дайын болды. Енді майға барлығын салып, екі жағын қып-қызыл етіп, қызартып, қуырып аламыз. Майымыз қатты қызған болу қажет жоқ, өйткені іші шикі болып қалуы әбден мүмкін. Вуаля, міне әдемі сосиски в тесте және пирожки дайын болды. Бізге лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Диетада жүрсеңіздер, осыны жасап көріңіздер.